Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мен Қалмұрат Айдынбек. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырып желмая 200 куб. Олай болса біз бастаймыз. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás, tra, 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 tra. Aquí la vamos a montar, tra, tra, vamos a montarla, tra, 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 vamos a montarla, tra, tra, vamos a montarla. Pónteme de espalda, ahí, ahí. Aquí la vamos a montar, ahí, 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 ahí. Aquí la vamos a montar, ahí, ahí, ahí. Mira DJ, dile a ella que me lo ponga pa'. Олай болса, ең алдымен желмая деген бір жазуға тоқтала кетейін, атауына жаңағындай. Бұл желмая деген ешқандай да бір басқа тілде емес, бұл тек қана қазақ тілде, қазақша бренд. Желмая деген түйе деген мағынаны береді. Өздеріңіз білесіздер, желмая шөл далада ең мысалы шыдамды жүйрік түйелерге қойылатын ат желмая деп қойылған. Өйткені қазіргі бәйге, улар, тұлпар деген аттар көбейіп кетті. Сонымен бірге жасалынған желмая деген өзіміздің ойлап тауылып заказбен істелінген брендовый марка деп айтуға болады. Өйткені көп болды айтпай кеттім осы сөзді. Сондықтан ең бірінші осы атауына бүгін тоқталып тұрмын. Енді моторына көшейін. Моторы 200 кубтық, объем 200 куб, 4-тактный, штанговый, 5 скоросты, жаңағыдай 5-ступенчный дейді ғой. 5 скоросты келеді, штанговый. Бұл не бізге береді? Бұл тез, бұл қызады, тез завайтталады деген сияқты. Тез запуск болады бұл именно осы двигательдерді. Бір цилиндрлі мотор жағы осылай болады. Енді бұның дизайн жағы тоже вишновый, необычный свет болып тұр қазірге. Әдеттегідей доңғалақтың размері бұл жаңағы желмая 150 кубпен размерлер бір болады. Алды 325-18, арты 350-18. Титан, тормоз барабановый, амортизатор обычный амортизатор, и арты тоже қос амортизатор болады. Осындай пружиналарымен. Ешқандай разница жоқ. Сол баяғы бұл жерде де багаж, жүк салғыш, артында да жүк салғыш, алдында да жүк салғыш. 150 кубпен сол айырмашылығы 200 куб моторына десем артық айтпаған болады. Крылосы әдеттегідей биік, артқы ригзавиктерлері де тоже темір, қол тоже темір, еш өзгермеген. Бұлайша айтқанда желмая 200 куб. Фар тоже қоршалынған, осындай темірмен защита қорғанысы бар. Тахометрі де әдеттегідей, тахометр 11-ге дейін 160. Бұл жерде бензиннің өлшемі и скорость көрсетеді. Бұл жерде замок зажигания, кілтпен болады, запасной кілтімен жүреді, нейтралкасы жанып тұрады, поворотник оңға солға, фардың дальний ближний де көрсетіледі. Бұлай бұрасақ, мінекей нейтралка қосылып, бұл кілт қосылып тұр. Енді бір сіздерге бір кішкентай бір фишкасын көрсетіп жүрейін. Бұны кілтті ішке қарай итеріп, қайтадан бұлай бұрған кезде бұл мотоциклдің мойыны замокқа түседі. Яғни дүзі ұсталынбайды мойынына қарап отырсаңыздар. Осындай бір кішігірім нюансы бар. Қайтадан ішіне қарай басасыз, қайта түзейсіз, мінекей. Руль түзу болды. Ары қарай қолдың защитасы и бұл жердегі управлениелерін тоже кісілер айтып кетіңіздер деген ұсыныстар түсіп жатыр. Бұл ажыратып қосу, бұл если мына жаққа тұратын болса, бұл ешқандай да бір қосылып запуск жаңағыдай завайтталмайды бұл. Бұл әрқашан осылай тұру керек. Және бұл фардікі, бұл фар, мына жер ортасы подфарник, мына жердің бәрі жанады. Бұл уже фарасы жанады деген. Асты уже запуск, завайтталатын кнопка уже. Мына жаққа өтейік, келесі пультқа. Бұл жаңағыдай бізде дальний, ближний, мына жағында біздің моргающий орнатылған, жыпылықтатады. Бұл жерде поворотник, оңға, солға, просто тоқтату үшін үстінен баса саламыз. Бұл жақта сигнал, бұл жерде бізде сцепление, алдыңғы тормоз, қолдың защитасы, айнасы. Так, ары қарай бак. Бактың крышкасы да сол әдеттегідей кілтпен ашылады. Жай ғана кілтпен ашылды. Жай ғана баса салды. Оп, оңай.
бетіндегісін жауып қоямыз. Бұл жақта әдеттегідей дизе қорғағыш темірі, бұл жерде жүк салғыш багажник, ішінде өзінің қазіргі уақытта комплектациясы тұр, жаңа чехол, документі деген сияқты. Оның бәрін қазір көрсететін болам. Корпусқа жаңағы пятиступенчатый дейді, корпусқа салатын, бұл жерде аяқ қоятын, бұл жаңағындай тура 150 кубта осы жердің бәрін айтып өткен болатынмын. Сондықтан сонымен бірдей бұл жерде жаңағы коробка передача 1 2 3 4 5 нейтралка тұр, 100 куб мотор, 150 кубта мотор ақ болған, бұл жерде мотор қара светте. Бактан түсетін крайник, және бұны қазір ортасында тұрған кезде бензин бұл жерде жабылып тұр бензин. Қазір ешқандай бензин карбюраторға кетіп жатқан жоқ. И бензиніңізді көп құйған жағдайда осы крайникті астыға қаратып қоясыз. Жаңағындай 12 өзінің толтырып полный бакпен жүресіз. И бензин тура осындай уақытта біткен кезде, мысалы біткен кезде қайтадан жоғарғы жаққа апарған кезде бұл жерде қосымша бензин қосылады, және бұл 60 километрге дейін жетеді. Және бұл бензинге заправкаға жетіп алуға көмегі өте зор болады. Крышкасы тоже темір, алдыңғы крылосы тоже темір. Екі тіремесі болады, кішкентай тіреме, жаңағындай келе сап қоя салғанға. И потом үлкен тіремесі болады, екі үлкен. Мысалы батыс жақта айтып жатады, аяғы деген сияқты. Себі жабылған амортизатор, қос амортизатор, сыртқы темірлері де тоже качественный, артқы фар, артқы тормозы да тоже барабанмен, троспен, міне қарап отырсаңыздар, септің регулировкасы, және үлкен болты деген сияқты. Бұл жақта да тоже осындай багажниктің жүк салғышы болады. Мотордың кикстартер бар. Бұл жерде стартер істемей қалған жағдайда кикстартер, артқы тормоз, яғни аяқ тормоз деп айтып жатады. Және бұл жерде орнатылған коробканың крышкасы. Бұл жерде осы жерден сіз коробкаға 4-тактный майыңызды құясыз, и осы жерден регулировкасын тексеріп отыра аласыз. Мотордың бұл жерде защитасы да бар, и астыңғы жағында 4-тактный майыңызды айырбастаған кезде, жаңа обкатка кезінде, сол кезде бұны шешіп осы жерден сливать ете аласыз. Келесі бізде айтылатын ол комплекті. Мінекей мен комплектацияларын алып шығып жатырмын. Бұл жерде өзінің китайский сертификатымен, бұл жерде характеристика қай жылы шыққан бәрі жазылған, доңғалақтың размеріне дейін, 2 адамдық, жаңағындай өзінің нормативтері бар. 100 километрге 2,3 литр жейді. 2.3 2,3 литр жейді. 2027 айдың 13 күні шыққан, дәл осы біз түсіріп жатқан данный мотоцикл. Так, максимальный көтеретін салмағы 270 дейді, максимальный скорості 85, ол сіздің обкаткаңызға байланысты болады скорості. Бұл жерде комплектациясында сиденияның чехолы, қазір салафонмен тұр, автозапускың, сигнализацияның, сигнализацияның пульті запосының екеуімен, S-класстардікі сияқты. Бұл кішкентай ақ нәрсені алдында көп адам сұрап кетті, мен айтып шет жағасын айтқан ба. Бұл автозавод белгілі бір уақыттан кейін істен шыққаннан кейін, соның орнына автозавод алып тасталғаннан кейін штикердің орнына тығылатын бұл сондай қосымша бөлшек. И каскасы тоже качественный. Айнаны бұндай коробкасына салып жіберетін боламыз. И бұл жерде ең главный магнитофон. Бұл әдеттегі магнитофондарға ұқсамайды, желмаянікі, тағы да айтып өтем. Бұл жерде 1 гигабайт флешкасымен екен. Бұл жерде мінекей AUX болады, USB флешкасының өзі қосылады екен. Мінекей жерде флешка, USB тоже сотыңызды зарядтайсыз, и AUX. Тағы да бұл Bluetooth-мен де тоже істелінеді. Сіздерге көпшіліктер завайттап қыздырып қарасаңшы деген комментария көбейіп кетті. Соған сіздерге қыздырып қаратайын. Бірақ мен прямой бакка емес, прямой карбюраторға бензинді құйып жатырмын. Өйткені біз басқа қалаға жіберген кезде КамАЗдар жүк қабылдаған кезде бензиннің иісі шығып тұрса, қауіпсіздік үшін бұны алмайды. Өйткені жол ортада құдай сақтасын оқыс жағдайлар болмас үшін алдын алады. Сондықтан мен мына жерде бактан түсіп тұрған крайникке келіп тұратын шлангы бар карбюратор екі ортасын жалғап тұратын. Сол шлангыны мен суырып алып, соған прямой мынандай өзіміздің жасап қойған неміз бар. Сонымен қазір сіздерге бензин карбюраторға жіберіп қыздырып қарайтын болам. Мінекей карбюраторға бензин құйып алдық. Қайтадан шлангыға жалғай салдық. Мінекей келесімне кілтті қостық. Қызыл кнопканың жабық ашық екеніне көз жеткізіп алғаннан кейін газды
беріп газ мына жақта мінекей. Міне бірінші попыткадан заводталған жоқ. Қатты бұны бере бермейміз, стартер қуа бермейміз, өйткені свечаға бензин құйып тастауы мүмкін. Сондықтан мына жақтан қарасаңыз подсос болады карбюратордың қасында. Осы подсосты жоғары көтереміз, содан кейін газды қайта басамыз. Неке заводталды, қазір көз алдыларыңызда өшті. Енді заводталып бір орында тұрған жоқ. Неге? Өйткені қазір неке бірінші подсосы көтеріліп тұр, сондықтан қазір заводталған кезде сразу подсос төмен түсіріп үлгеруіміз керек. Неке көрдіңіздер, тахометр 1,5-да тұр. Көп адам заводталмай жатады. Міне қызыл кнопканы бастым, өшті. Қазір алдарыңызда жүріп көрсетемін. Бір айта кететін жағдай, менің бойым 1,75, және бұл обычный 200 кубтық желмая. Осылай отырасыздар. Обычный, стандартный, удобно, мысалы ыңғайлы, жұмсақ. Қазір жүріп көрсетеміз. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша жүріп көрсеттім. Және бұл желмая 200 кубтың күші 13 аттың күшімен тең болады. Мінекей аяғына да жеттік. Бүгінгі біздің түсірілімнің, бүгінгі біздің тақырып 200 куб желмая болған. Қорықпай ала берулеріңізге болады. Качество жағына, гарантия беріледі. Біздің каналға жазылып, лайктарыңызды басып аямай, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта қызықты видеолар болады. Және де бір айтып кететін жағдай, менің оқырмандарым 2000-ға жететін болса, 2000-ға жеткізсеңіздер, сіздердің арқаларыңызбен тура осы мен көрсетіп жатқан мотоциклдермен сіздерге тест-драйв, яғни таулы жерлерге барып, қаншалық күші бар, қанша адаммен тарта алады, соның бәрін түсіретін болам. Батпақ, су, тау, бәр жерден өтетін болам. Өзім арнайы. Сондықтан қолдауларыңыз керек әрине. Ол неге, не үшін керек? Ол сіздердің мотоцикл алу кезінде таңдауларыңызға керек болады. Көресіздер, түсіресіздер, барлық шындықты айтатын болам. Қалай качество жағынан, тартысы жағынан барлығын көрсететін болам. Сондықтан көпке созбай ағайын, көтерейік қазақша обзор, қазақша стильде, қазақша мал бағуға арналған мотоциклдер.